Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және мен Санель. Бүгінгі видео көптеген 10-11 сыныптың оқушыларының сұрауы бойынша түсіріліп отыр. Көптеген оқушылар мындай сұрақ қойған болатын: Санель апай, ұбт-ға дайындалу үшін онлайн курстарды қалай таңдасақ болады? Қандай ақпараттарына қарауымыз керек, қандай белгілі бір критериялармен таңдауымыз керек деген секілді сұрақтар қойған болатын. Сол себепті де мен бүгін сіздер ертең ұбт-да жақсы балл алу үшін, жақсы білім алу үшін, жалпы жақсы дайындалу үшін осы онлайн курстарды қалай дұрыс таңдау керек деген ақпаратпен бөлісейін деп отырмын. Яғни біз бүгін бірнеше критерияларға тоқталатын боламыз. Ең алғашқы критерий мен ақпараттың бірі ол алдымен сізге ұбт-ға дайындалатын онлайн курс не үшін қажет деген сұрақты қойып алу керек. Не үшін керек? Қандай нәтижеге жеткіңіз келеді сол арқылы? Ол жерден, ол курстан қандай ақпарат алғыңыз келеді? Сол курстан қандай нәтижеге жеткіңіз келетін алдымен өзіңіздің қажеттілігіңізді біліп алу керек. Ол не үшін? Яғни ертең ожидание и реальность болып жатпас үшін, блин, ана курсқа қатысып едім, бірақ менің қалағанымдай болмады деп айтпас үшін, сіз бірінші өзіңіздің қажеттілігіңіздің барлығын біліп аласыз, сол қажеттілікке сай келетінін ғана барып, ұбт курстарын таңдайсыз. Яғни қазіргі таңда ұбт курстар өте көп. Кейбіреулер айтады, 11 жыл бойы бермеген білімді береміз деп. Кейбіреулер сенің осал пәніңді, яғни бір 5-6 балл алып жүрсің, сол 5-6 балыңды 15 балға, 20 балға дейін көтеретіндей қылып дайындаймыз деп айтып жатады. Кейбіреулер біздің басты мақсатымыз грантқа түсіріп береміз деді. Кейбіреулері саған 140 балл, 130 балл алуға дейін жағдай жасаймыз деп айтады. Яғни осындай ұсыныстар өте көп, онлайн курстар өте көп, және де солардың ішінен үздігін таңдап алу үшін, нақты сізге нәтиже алып келетіндейін таңдап алу үшін, айтқандағыдай біз өзімізге қажетті не керек екен біліп аламыз. Өзіміздің қандай қазіргі таңда проблемамыз болып тұрған біліп аламыз. Сол қажеттілікті жабатын курстардың ішінен біреуін таңдаймыз. Екінші қаралатын критерий ол Инстаграм. Енді бұл жерде Инстаграмның көбіне әлеуметтік желідегі подписчигіне қараудың қажет жоқ. Көп жағдайда мен өткен жылғы абитуриенттерге немесе жалпы қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан оқушылардан сұраған кезде не себепті осы онлайн курсты таңдадым дегенде, ода Инстаграмда подписчиктер көп, сол себепті де маған бір сенімділік артты деп жатады. Шынымен де негізі Инстаграмдағы подписчик саны шынымен де кәдімгідей бізге бір сенімділік ұялатады. Бірақ ол шынайы бір онлайн курстың ең бір жақсы нәтиже алып келетінін көрсетпейді. Сол себепті де Инстаграмдағы подписчиктің санына бола онлайн курсты таңдау қате. Ол Инстаграмдың подписчиктерін ол гифпен де немесе қосымша белгілі бір приложениелермен де көбейтіп алса болады. Егер де сіз TikTok немесе YouTube деген секілді бір подписчиктердің санына қарайтын болсаңыздар, ол кезде әрине қарауға тұрарлық. Себебі негізі TikTokта подписчикті жинап алу қазіргі таңда қиын. Яғни тек қана белгілі бір ақпараттар беру арқылы ғана жиналады. Сол себепті де TikToктағы сандарына қарауға болады, бірақ Инстаграмдағы подписчик санына қарамаймыз. Осы орайда сіздерде енді әлеуметтік желідегі қандай ақпаратына қарауымыз керек деген секілді сұрақ болуы мүмкін. Менің өзімнің кеңесім, әлеуметтік желілерін қараған кезде олардың қаншалықты пайдалы ақпарат беретініне мән беру керек. Ол өте маңызды. Бұл әлеуметтік желідегі пайдалы ақпараттарға қарау, бұл тек қана ұбт онлайн курсын таңдағанда емес, қосымша басқа да сіздің өзіңіздің жеке дамуыңызға да қажетті бір курстарды таңдаған кезде де бір қарастыратын критерий. Себебі, егер де белгілі бір онлайн курс тегін пайдалы ақпарат беруінің өзіне барынша мән беріп, барынша фокус қойса, оны сапалы түрде жасауға тырысса, оған белгілі бір қаражаттар бөлсе, жай ғана бір онша емес, бір артындағы фон ғана емес, қосымша сол фонына, локациясына, звукына мән беріп, сапалы түрде, сауатты түрде жасауға мән берсе, және де сол айтылатын ақпарат қызықты, пайдалы болса, басқа ұбт онлайн курстағы айтылмайтын ақпараттар, пайдалы ақпараттарды берсе, соған мән берсе, және де ол тегін болса, ол өте бір мықты деген сөз. Не себепті? Өйткені егер де ол тегін ақпараттың өзіне барынша сондай бір сапалы түрде жасауға тырысса, ол қалай болғанда да ақылы түрде жасап жатқан продуктына, ақылы түрде жасап жатқан курсына одан да мықты қылып жасауға тырысатыны анық.
және ол жай ғана орысша ақпараттарды, бір сайттағы ақпараттарды копировать етіп, бір қазақшаға келтіріп, бір нәрсеге көмектесетін 3 әдіс, саған көмектесетін 5 тактика деген секілді ақпараттарды емес, просто так жұрттан көшіріп алған ақпараттарды емес, кәдімгідей біздің оқушыларға шынайы көмектесетін ақпараттарды беретін курстарды қарау қажет болады. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. ұбт-ға дайындайтын онлайн курсты таңдағандағы келесі критерий ол сол курстың нәтижесіне отзывтарны міндетті түрде қарау. Сол туралы ақпараттарды сайттарынан, әлеуметтік желілерінен қарап, қосымша сату менеджерінен сұрау қажет болып табылады. Егер де біз олардың сайттарына қарайтын болсақ, көп жағдайда олар өздерінің оқушыларының балл нәтижелерін көрсетіп жатады. Біздің оқушыларымыз 120-дан 140 балға дейінгі алды деп, олардың жалпы нәтижелерін, скриндарын фото ретінде салып жатады. Бірақ қарап тұрсаңыз, олар максимум ондай нәтижелер 20-30 ғана сурет болып жатыр. Ал олардың өткен жылғы ұбт курсына қатысқан оқушы саны 500, 600, 200, 1000, 2000, 5000 деген секілді болуы мүмкін. Ал олар мықты нәтижелерін тек қана 20-30 оқушыларын ғана көрсетіп жатқан. Сол себепті де сіздер сату менеджерімен сөйлескен кезде міндетті түрде окей, жақсы, сіздерде жақсы нәтижелер көрсетіп жатқанын түсіндік. Бірақ қанша оқушы, егерде мысалға курстарыңызға 500 адам қатысса, сол 500 адамның 60-тан 80-ге дейін, 80-нен 100-ге дейін, 100-ден 120-ға дейін, 120-дан 140 балл аралығына дейін алған оқушылардың саны жалпы қанша деп сұрау керек. Және де одан бөлек, осы қатысқан 500 оқушылардың қаншасы грантқа түсті деп сұрау керек. Бұл арқылы, бұл ақпараттар арқылы ұбт курстары жай ғана ақпараттарды беріп қана қоймай, сабақтарды жазып қана қоймай, шынайы результат үшінде жұмыс жасайтынын көре аламыз. Және де айта кететін нәрсе, осы арқылы біз жалпы ұбт онлайн курсының командасы қалай жұмыс жасайтынын көре аламыз. Оқытушылары, мұғалімдерінің қаншалықты білікті екен осы нәтижелерден көре аламыз. Және соңғы критериялардың бірі, жалпы сол онлайн курстың сату менеджері қаншалықты жақсы жұмыс жасайды. Жалпы сізге ақпараттарды жеткізу үшін белгілі бір сұрақтарыңыз болса, соның барлығын қаншалықты дұрыс түсіндіреді. Мен негізі бірнеше онлайн курстардың сату менеджерімен сөйлесіп көрдім. Сол кезде кейбір курстар өкінішке қарай жай ғана ақпараттарды копировать етіп жібере салады, немесе белгілі бір сұрақтарың болса толықтай түсіндірмейді деген секілді нәрсе бар. Сол үшін де негізі сіздер курсты таңдаған кезде сату менеджеріне қандай сұрақтарыңыз бар, барлығын қоюларыңыз керек. Яғни белгілі бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, ұялмай қоюларыңыз керек. Қандай нәтижеге жеткізеді, қандай ақпарат болады, қандай платформада болады, ол қатпайды ма, куратор жұмыс жасай ма, жұмыс жасамайды ма, чаттар бола ма, болмайды ма деген секілді нәрсенің барлығы маңызды қанша сұрақтар бар, соның барлығын сату менеджеріне қою керек. Және де сол сату менеджері барынша сізге ақпаратты толықтай түсіндіріп беру керек. Егер де ол компанияның сату менеджері сізге бір салқын, грубо жауап берсе, өстіп жауап бергісі келмей, қиналып жауап берсе, немесе түсіндіргісі келмесе, немесе түсіндірсе де бір сәл зілмен сөйлесе, ол онда жалпы сол курстың командасының өзі нашар деген сөз. Себебі ең алғаш клиентпен, ең алғаш сізбен сөйлесетін ол сату менеджері. Ол сізге барынша ақпарат беретін адам, және де соған мән беріп, сол маман иесінің жақсы жұмысына мән бермеген жалпы онлайн курс, ол сабақтың нәтижесіне онша қатты мән бермейді деген сөз. Сол себепті де міндетті түрде сату менеджеріне қорықпай, ұялмай, 1045 сұрақтарыңыздың барлығын қойыңыздар, және де сол сұрақтарға барынша нақты, нық жауап берген жалпы онлайн курстарды таңдау керек. Және де соңғы критерий ол ұйымдастырушылық жағы. Яғни қазіргі таңда онлайн курстардың көп сабақтары платформаларда болғандықтан, жалпы сол платформа қатпайды ма, сабақтар уақытылы көрсетіле ма, оны тексереді ма, кураторлар тексереді ма, кері байланыс болады ма, болмайды ма. Жалпы біз онлайн курсты сатып алғаннан кейін өзімізбен өзіміз жай ғана платформада бір өзіміз қалып қоймаймыз ба? Бізге белгілі бір қосымша сұрақтарымызға жауап беретін, немесе техникалық ақауларға жауап беретін маман иелері болады ма? Және ол жалпы дұрыс ұйымдастырылған ба деген нәрсені қарау керек. Яғни егер де онлайн курс сұрақтарға, конечно, жауап береді, бірақ 4-5 күннен кейін ғана жауап беретін болса платформада, онда ол курсқа біз уақытымыз өте көп кетіп қалуы мүмкін. Себебі біз бір сабақ қараймыз, сұрағымызды қоямыз, ол куратор 4-5 күннен кейін жауап беретін болса, кері байланысы ұзақ болатын болса, ол
ол біздің уақытымыз бен энергиямызды алып қояды. Ал ұбт-ға дайындалған кезде біз барынша уақытымыз бен энергиямызды экономдауымыз керек. Яғни осы екі ресурс біздің ұбт-ға дайындық кезімізде ең бір қажетті ресурстардың бірі. Соны барынша экономдап жұмсауымыз қажет болады. Ал егер де ол куратор бірсе жауап бермесе, немесе кері байланысы тым ұзақ болса, немесе 1045 чаттың әсерінен мүлдем сұрақ жауапсыз қалса, немесе түсінбей жатсақ, немесе платформа қатып жатса, ол біздің барлық уақытымызды алуы мүмкін. Сол себепті де осы ұйымдастырушылық жағын міндетті түрде қарастыру керек. Өйткені ол онлайн курс болғандықтан, ол офлайн емес, онлайн курс болғандықтан біз тікелей сабақты осы бір белгілі бір платформада оқитын болғандықтан, оның барлығы қатпау керек. Енді менде мұндай ұсыныс болып тұр. Көптеген оқушылар бірнеше курсты сатып алуға ақшасы болмауы мүмкін, қаражаты жетпеуі мүмкін, немесе уақыты болмауы мүмкін барлығына қатысып деген секілді. Сол себепті де қалай ойлайсыздар? Егер де мен бірнеше курстарды сатып алсам, ұбт-ға дайындайтын онлайн курстарды бірнешеуін сатып алып, әрқайсысы мысалы кем дегенде 45 мың мен 100 мың теңгенің аралығында тұрады екен. Соның әрқайсысын сатып алып, әрқайсының минусы мен плюстарын қарап, сіздерге бірер уақыттан кейін онлайн курстарға обзор жасап, ішіндегі ең бір жақсы дайындайтын, ұбт-ның нәтижесін жақсартатын, жалпы жоғары балл алып келуімізге көмектесетін ең бір Қазақстандағы мықты деген онлайн курстың рейтингісін жасасақ. Яғни мен шамамен бір 10-20 шақты онлайн курстардың барлығын сатып аламын, әрқайсысын қараймын, қайсы қаншалықты оқытады, тоқтады, қандай мүмкіндіктер бар, қандай жалпы сол арқылы жетістікке жете алатынымызды қарау арқылы, қандай минустардың бар екенін қарау арқылы мен сіздердің орындарыңызға өзім сатып алып, әрқайсысын және де обзор жасаймын. Негізі күшті идея деп ойлаймын. Сол арқылы сіздер ақшаларыңызды экономдайсыздар, уақыттарыңызды экономдайсыздар, және де қосымша нервтарыңызды экономдайсыздар. Егер де күшті идея болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Давай Санель онлайн курстарға обзор жаса деп. Ол үшін міндетті түрде сіздердің тараптарыңыздан кері байланыс керек. Біріншіден ол нақты қандай курстарды сатып алғаным жөн, жалпы қарастырғаным жөн. Екіншіден комментарийні 500 комментарийға толтыруымыз керек. Егер де осы шарттың екеуін орындап жіберсеңіздер, мен сразу обзорды түсіремін. Достар, бүгінгі айтылған ақпараттардың барлығы сіздерге ұнады деген ойдам, пайдалы болды деген ойдам. Егер де пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, сосын подписация етіп, колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Егер де біздің әлі күнге дейін телеграм-каналға тіркелмеген жандар болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған мамандық таңдау мектебі және де мен Санель. Достар, келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.